Ал жүйке жүйесі қандай қызмет атқарады екен? Жүйке жүйесі денедегі мүшелердің жұмысын реттейді. Жүйе деген неден аударылған екен? Греческий сөзден алынған болып, невролог, неврос, жүйке жүйесі, логос ілім деген мағынаны береді. Ал енді бұл негіз бітті мәтініңіз. Енді келесі кезең мына жерде аударма жасауыңыз керек. Мына аударманы қазір тез арада параққа аударма жасап беруіңіз керек. Бұл сіздің екінші кезеңіңіздің екіншісі. Аудармада не жайлы айтылған екен? Аудармада артерия гипертониясы 3-5% аралығында басқа ауруларға шалдығады. Сол жайлы айтылған екен. Жарайды. Енді үшінші кезеңге барамыз. Апайыңызға өз тапсырмаларын береді. Үшінші кезең. Қараңыз. Қазір үшінші кезеңдес. Үшінші кезең екі қадамда. Бірінші қадамы менің болашақ кәсібім тақырыбында қысқаша түрде монолог айтып беру керексіз. Дайындыққа уақыт керек па? Менің болашақ кәсібім мердігер ісі. Мен болашақ кәсібімді өте жақсы көремін. Болашақта мен мердігер ісін таңдағаным үшін өз кәсібімді жақсы мамандығы болуым керек. Ауру адамдарды бәріні емдеуім керек. Мен өз кәсібімді жақсы көремін. Жақсы. Енді сіз өзіңіздің кәсібімді жақсы көремін деп жатсыз, осы мамандықты таңдау үшін сізге не әсер етті? Не үшін осы мамандықты таңдадыңыз? Мен өз кішкентай кезімде мен дәрігер болуды жақсы көретін едім. Анамдар да, атамдар да менің дәрігер болуымды қалады. Мен солардың айтуымен және өзімнің дәрігер болғым келген, соның үшін сол мамандықты таңдадым. Яғни сіздің ғана емес, отбасыңыздың қалауы бойынша. Енді осы мамандықтың жақсы иесі, яғни нағыз маман болу үшін қалай болу керек? Маманы болу үшін жақсы оқу керек біріншіден. Менің болашақ кәсібім дәрігер және мердігер ісі. Мен болашақ кәсібімді өте жақсы көремін. Дәрігер ісі болу үшін біріншіден жақсы оқу керек, екіншіден тазалықты сақтау керек, үшіншіден дәрігер айтқанын бәрін мүлт етпей орындау керек. Болашақ кәсібім дәрігер болған соң мен өз мамандығымды өте жақсы көремін.
сұрақ қойсам, яғни екінші кезеңге өтсек, ол жерде екеуміз әңгімелесу осы сіздің болашақ мамандығыңыз жайлы әңгімелесу керекпіз. Бұл жерде сіз жаңа да айтып жатсыз, мен жақсы дәрігер болуым керек, яғни жақсы мейіргер болуым керек деп жатсыз. Осы маманның жақсы иесі болу үшін сіз қандай міндеттерді алып жүру керексіз? Бірінші, дәрігердің айтқанын мүлт жетпей орындауым керек. Қазақ тілінде болмасын, орыс тілінде болмасын, мен науқасқа тез жәрдем беруім керек, және тазалықты сақтауым керек. Және Яғни кез келген жағдайда шұғыл түрде тез шешім қабылдап науқасқа көмек беруіміз қажет. Енді осы мамандықтың артықшылығы неде деп ойлайсыз? Артықшылығы? Мамандықтың артықшылығы. Жақсы, яғни үшінші кезеңден өттіңіз. Мен сіздің бағаңызды қойып берейін. Енді ана оқытушыға бара аламыз. Молодец, жоғары жинапсыз. Сіздің